Ал родной, қайырлы күн, қайырлы түн, қайырлы таң. Енді қай уақытта көріп жатқанымды білмеймін. Ол маңызды емес. Маңыздысы, менің қазір жүректен шығатын әңгімемді сен жүрекпен қабылдап алсаң жеткілікті. Енді бұйыртса кітап шығады. Кітап 20 жасар бала. О, кітап жазып отыр. Бұл өмірде не көрді? Кітап жазатындай. Дәл осындай ойлардан, дәл осындай пікірлерден мен қорықтым. Әңгіменің ашығы. Енді өзімізде болады ғой. Ол сенде де болады, родной. Бір сәтсіздіктен, бір құлаудан қорқамыз ғой. Сөйтіп, мен белгі сұрайтын әдетім бар өзім. Бірдеңке жасамас бұрын. Енді біліп отырсыңдар ғой, қайдан сұрайтынымды. Белгі сұрап жүремін өз. Осы дұрыс па? Егер осы дұрыс болса, осыны істеуге рұқсат болса, бір белгі бере көріш деген секілді. Содан не керек? Бір күні, в общем, былай басталды ғой әңгіме. Менің роднойларым. Менің родной ойларым. Басында жай ғана ойлар жинағы деп шығара салғым келді, бірақ та кітап дәл осылай қалыптассын. Бұл жерде ешқандай жас, ешқандай, былайша айтқанда, бір сен вайнерсің ба, сен блогерсің ба, сен студентсің ба, ол маңызды болмай, жай ғана өзінің оқырманын тапса екен деген бір арманым бар. Ал ол оқырман сен, родной. Қазір мен әңгімемді аяғына айтын тыңда. Егер осы әңгімен өзінен бірдеңке алып, мен кітапты оқиым десең, ол кітап саған берері көп деп айтуға болатын да шығар. Мүмкін, көресің енді, родной. Енді бұл кітап жайлы басында бір неше түрлі бір креативпен, неше түрлі фантазиямен күшті бір ролик түсіруге болатын еді. Видео жаңағы реклама жасау үшін бұш-тыш деп мықты бір форматта. Енді оны камераның артында отқан азамат істей алады ғой, білесіздер ғой, осы уақытқа дейін. Талай жақсы контент, жақсы дүние шығарып жүр. Бірақ та мен жай ғана сіздермен дос ретінде әңгімелесіп, осы әңгімені айтқым келді. Ендеше қабыл ал, родной. Бұлай болды. Не керек? Әйтеуір басталды. Бісміллә деп бастап, кітаптарды жаза бастадық. Тарау-тарау, бөлім-бөлім. Әйтеуір өмірімдегі қызықты сәттердің барлығын әйтеуір жинақтап, бірдеңке шығаруға тырыстым. Бірақ та басты мақсат адамға, оқырманға, яғни родной саған. Ол бір өмірге үйрететін нәрсе емес, жай ғана менің әңгімем ретінде қабылдасын деген ой қалыптастырдым. Яғни, мен саған бір ақыл айтпаймын ол жақта. Мен жай ғана өзімнің басымнан өткізген қызықты әңгімелерді айтам, соңында саған былайша айтқанда енді ой тастап кетем. Ары қарай қалай шешім қабылдайтынын сен өзің білесің. Бір кезде мынандай қызық болды. Кітап жазылып бітіп жатыр. Уже шығатын уақытқа да енді жақындап келе жатыр. Осы жақында болған әңгіме ғой, жаздың басында. Содан не керек, енді бір андай сомнениялар, неше түрлі ойлар баста кетіп отыр да. Жансерік, шығару қалай өзі, қалай болады екен? Кітапты шығарсаң қалай болады екен? Керек пе, керек емес пе? Сен юмор саласында жүрген жігітсің. Бұл сенің тематикаңа келе ме? Оны кім оқиды, кімге керек деген неше түрлі ойлар қалыптаса берді. Содан кейін бір күні қазір менің кітабымды редактурадан өткізіп атқан өзімнің танысым, досым, бір жағынан ақылшы ағам десем де болады, Ұлан деген жігіт. Яғни жаңағы мен өзім әңгімелерімді айтып берем, ол соны жүйелеп, кітаптың тіліне келтіріп, әдемілеп жасап береді. Екеуміздің ауылымыз бір, Жуалы. Тараздың ар жағында Бурный деген жер бар. Сонымен карантин уақытысы Ұлан тұрып, телефонды тастап,
үйінен шығып кетеді тауға қарай. Жаңағы енді кітаптың былайша айтқанда бүкіл мән мағынасын ашу үшін бір тыныштық керек болды деймін. Әйтеуір тауға кеттім деді. Сонымен сет жоқ, ештеңке жоқ. Кітаптың қате жерлерін жаңағы жөндеп, пікірлерді әйтеуір жинақтап, ойларды жинақтап, сөйтіп жазып жүреді ғой тауда. Сөйтіп жүріп, бір тас тауып алады. Тас. Менің қазір әңгімем бір андай бір аңыз, бірдеңкеге ұқсап кететін шығар, бір қияли өтірік. Бірақ та тас тауып алады. Сосын ол өзі жаңағы арабша былай танитын жігіт, таста арабша бір жазулар тұр. Содан енді оған бір қызық болады. Сосын қайтып келеді, тастағы жаңағы жазуларды суретке түсіреді. Сосын білетін кісілерден сұрайды ғой жаңағы жерде. Бұл не мағына береді деп. Енді мен де өзім діни бір сауаттылығым керемет деп айта алмаймын. Бізде енді бұйыртса ол күнге де жеткізсін, бірақ та жаңағы кісілер айтады ғой, бұл Бақара сүресінің алиф ләмим деген сөзі. Бірақ та оның аудармасы жоқ. Жансерік, міне тас Алла деген жазуы бар. Нақтырақ Бақара сүресінің 3 әріпі алиф лам мим деген. Осы дейді. Бұны енді бұрыннан жазды деп айтайын десек, мен кейін тексерсем былай. Мынау сызықтар, бұл өзі табиғаттың сызықтары дейді. Найзағай түскен ба, міне осындай дейді. Және бұл өте ескі тас, басқа таспен салыстырғанда. Енді бұл да бір жаңағы ойлар, неше түрлі ойлар кетті маған осы тасты суретке түсіріп, жаңағы Олекең жіберіп жатыр ғой WhatsApp-қа. Неге именно менің кітабымды редактура жасап жатқанда осы тас табылады? Егерде менің редактурам болмаған кезде, яғни менің кітабым болмаған кезде, Олекең ол тауға көтерілмейтін еді. Ұлан деген жігіт. Яғни таппайтын еді. Жарайды, қоя бердім. Бұл да бір белгілердің біреуі шығар деп қоя бердім. Бірақ та жүректе бір кішкене не пайда болды. Неге именно осы кезде табылады? Неге ондай жазу деген секілді? Сонымен жарайды, қоя береміз. Енді бұл да бір жай ғана бір тас қой деп ойлап қоя береміз. Содан не керек? Жаңағы Ұлан деген жігіт ауылда жүр. Сол ауылдың өзінің мешіті бар екен. Бірақ өкінішке орай ол мешіт қазір қаңырап бос тұр енді. Енді мешіт деген Алланың үйі ғой. Бірақ та енді ішіне жамағат жоқ. Азан шақырылмағалы біраз болған. Онша емес күйде жатқан мешіт енді. Сонымен жаңағы Ұлан деген жігіт Олекең ауылда жүреді. Енді кездейсоқ па білмеймін, 4-5 рет сол жақтың имамын кездестіре береді. Қайта-қайта. Бір күні имам сұрайды одан. Ұлан, енді сенің былай-былай таныстарың бар, маған осы мешітті қайта бір жандандырып, ішін жамағатқа толтырып, жаңағы құрылыс жұмыстарын жүргізіп, мешітті әдемілеп берші, соған көмектесе аласың ба дейді. Содан не керек? Олекең тұрып айтады ғой, жәке, Жансерік, давай осы мешіттің жаңағы несіне қайта жандануына бір себепкер болайық, сбор жасайық дейді ғой. Енді біз осы уақытқа дейін роднойлар өздеріңмен, родной, сенің көмегіңмен барлығымыз қаншама сбор жасап, әйтеуір Аллаға шүкір себепкер болып жүрік қой, қаншама жақсылыққа, қаншама адамның қуанышына, қаншама адамның аяққа тұруына, қаншама адамның баспаналы болуына. Енді осы кезде енді мешіт соғу деген ол енді балалық шақтан келе жатқан арманым деп енді өтірік айтпай қойын. Бірақ та Аллаға шүкір Құдай өзі беріп жатыр ғой бізге. Сол уақытта пайда болған мақсаттарымның бірі. Кезінде енді бала кезде былай ағаларым ауылға мешіт соқтық дегенде, бұйыртса үлкен болғанда мен де соғам деп армандап қоятынбыз ғой, енді былай қоя беретінбіз, бірақ
осы менің мақсатым деп прям енді жүрмегенбіз ғой әңгіменің ашығы. Бірақ оказывается армандар орындалады екен. Орындалған жоқ енді әлі, Құдай қаласа. Енді аузыма салып тұр ғой енді. Құдай қаласа орындалып қалар осы арманым. Содан не керек? Жаңағы мешіттің қайта жандануына сбор жасайық дейді. Сонымен мен ойланам. Айтпақшы Локин маған бүйтіп айтады ғой. Жаңағы сбор жасайық. Сонымен жаңағы табылған тасты, енді мешіттің өзінің бір бөлмелері болады ғой, бір музей сияқты, сол тасты әйнектің ортасына қоршап, яғни стеклянный бір неге қоршап, тасты жазып қояйық, астына историясын жазып қояйық дейді. Сонымен сол мешітті келіп, өзінің лентасын кессен дейді, мен айтып қоямын, Локи ондай дәрежеге жеттік па, жетпедік пе, мен білмеймін ғой енді, әлі ерте секілді деп. Сонымен онда білмеймін енді, бір көрейік деді, соны көріп тұрмын дейді. Сосын тұрамда енді ойланам. Жоқ, жай ғана сбор жасай салған болмас. Бұл маған бекерден бекер беріліп жатқан белгі емес. Бұл кітаптың шығуына беріліп жатқан белгі деп білдім енді. Кітап шығады, бұйыртса сатылымға шығады, кітапты сата бастаймын. Сол сатылымнан түскен бір бөлікті, енді ол жақта енді үлкен сума керек болатын шығар, білмеймін қанша сума керек болатын, бірақ та бір бөлігін сол мешіттің қайта жанданып, ішінен жамағатқа толуына жұмсайық, себепкер болайық деген ой келді. Бұйыртса енді сол күнге де жеткізсін. Ал қалған жетпей тұрған қаражатты роднойлар өздерінің көмектерімен өзіміз себепкер болу арқылы сбор жасап, ары қарай жандандырамыз. Ал енді менің ең басты мақсатым осы кітаптан түскен кішкене бір бөлігім болсын. 1 миллион ба, 2 миллион ба, 3 миллион ба, маңызды емес. Ең бастысы шын ниетпен, таза ниетпен осы мешіттің қайта жандануына берсем деген бір арманым пайда болды. Бұйыртса ол енді орындалып кетсін, ең бастысы деніміз сау болсын. Содан не керек? Бір роднойдан сообщение келеді ғой істеп жүрген кезде. Дайректке. Родной, мен сен түсімде көрдім дейді. Сестраң жүр, әпкең жүр, сен жүрсің, әпкен орамал тағып алған, тағы да көп адамдар жүр. Бірден кейін ашылу болып отыр деді. Мешіттің ба бір нәрсенің дейді. Міне тағы белгі. Мен ана жерде енді қалай ол мен танымайтын адам, мен дайректті күніге оқымаймын. Мысалы да, бірақ та бір күні жай отырып дайректті ашып қалсаң, сондай сообщение келеді саған. Мә саған тағы да белгі. Сұрасаң береді екен ғой дедім да енді. Ол бір тек қана жаңағы дүние бірдеңке емес. Адамдардың өміріне бір пайдалы нәрсе. Енді мешіт деген енді өте керемет нәрсе ғой енді ол. Білмеймін. Жалпы жақсылықтың үлкен кішісі болмайды, сондықтан да бұйырса сол күнге жеткізсін, арманымыз орындалсын. Бірақ та мешіт соғу деген сол кезде енді пайда болған арманды бір жағынан кітаптың шығуы барлығы бір ұштасты да. Сөйтіп жүрем. Сөйтіп роднойдан сондай сообщение келді. Содан не керек? Бір күні мынандай, оқиғамен добивать етеді ғой, Ұлан деген жігіт бар ғой, жаңағы ол екен, менің кітабымды редактурадан өткізіп атқан. Сол жігіттің сөйлесіп жүрген енді қызы бар деп қоям, ол уже өткенде беташар болды айтпақшы. Үйленіп алдылар айтпақшы. Сол қызым мынандай бір түс көреді екен ғой. Бұл жерде де тағы да түс. Енді Алла тағала енді прямой айтамайды ғой енді. Бір пендесі арқылы айтқызады, болмаса бір түс арқылы деген сияқты енді жібереді ғой. Сонымен мынандай түс көреді ғой. Жансерік тұр дейді, таудың басында, тау жақта интервью беріп жатыр дейді. Көп журналистер жүр, Жансерік интервью беріп жатыр, үстіне костюм шалбар киіп алған. Біз екеуміз дейді да, жаңа Ұлан айтып отыр ғой. Біз екеуміз сол Жансерікке қарап тұрмыз дейді. Жақында бір күшті нәрсе болатын секілді дейді. Болды ғой, Маған ешкімнің ойы қызық емес дедім ғой.
сен кітап жазатын жасқа жеткен жоқсың деп бетіме келіп тұрып айтса да маған уже бәрібір болды ғой. Енді бұл жерде ата-анамнан бата алдым. Ата-анам қолдады. Дайректке келіп жатқан неше түрлі сообщениялар салып қоямын ғой Инстаграмға, сторисқа. Мамам айтып қояды, сенің кітабыңды көп адам алатын сияқты дейді. Енді ата-ана разылығы, ата-ананың батасы ол өте керемет нәрсе ғой, білесіздер ғой. Сонымен болды, короче. Маған ешкімнің ойы қызық емес деді. Мен бастаймын, Алла өз сәтін салса, берекесінен берсін деп бастаймын дедім. Сол роднойлар, енді бұйыртса, мінекей осы роликтен кейін Құдай қаласа уже предзаказ басталады. Болды, артқа жол жоқ. Мен бастадым. Сіздер мені қолдаңыздар. Біз бастадық дейік. Енді менменшілдік деген ол жаман нәрсе ғой, тәкаппарлық. Біз бастадық, родной. Сен жақында шығатын менің роднойларым деген кітапты алып қана қоймай, оқып қана қоймай, өзіңе керектіні алып қана қоймай, Алланың үйі мешіттің қайта жанданып, ішінің жамағатқа толуына себепкер боласың. Бұйыртса. Енді басында ойлағам, енді армандарың болады ғой өзіңнің ауылында мешіт соқсам деген. Бірақ Алланың үйі ол қай жерде де мешіт қой ол. Ол сен Алматыдан соқтың ба, сен Тараздан соқтың ба, сен Африкадан соқтың ба, ол маңызды емес та. Қай жерден соқсаң да, ол үлкен сауап, ниет таза болса. Сондықтан да родной, енді бұл кітаптың өзінен, сен оқығанның өзінен біраз нәрсе аласың, және де осындай үлкен бастаманың, үлкен сауапты бастаманың себепкер боласың. Бұйыртса, біз оны жасай аламыз, роднойлар. Жай ғана сториспен талай жетімге, талай науқас болып жатқан балаларға 7-8 миллиондап жинап жатырмыз. Бұл жақта кітаптың сатылымы бар, жетпей қалған қаражатты сбор жасасақ, бұйыртса, постпен, енді білмеймін, бір емес 2-3 мешіт соғатындай күшіміз бар. Ал родной, бәрімізге сәттілік. Родной, есінде болсын. Бұл кітапты оқып өзіне керектіні алып қана қоймай, Алланың үйі мешіттің қайта жанданып, ішінің жамағатқа толуына себепкер боласың. Бұйырса. Ал родной, жалғастырайық. Енді келесі кезекте кітап жалпы не туралы болатыны жайлы мен сіздерге кішігірім бір шолу, кішігірім бір түсіндіре кетейін. Әр бөлімде өзімнің басымнан өткен қызықты жағдайлар. Мынандай бір қызық жағдай болды. Жалпы барлық бөлімнің тұтас бір мақсаты бар. Армандар орындалады. Банально естілуі мүмкін, бірақ та оқысаң, өзіңе керектіні міндетті түрде аласың деген ойдамын. Бірде бір енді айтып берейін. Кең болсаң, кем болмайсың деген бөлім. Енді бұл біздің родной, біздің сүйікті ісіміз қайырымдылық жасауда жиі еститін сөзіміз. Сондықтан да осыны бір ключевой тақырып қылып қойдым да. Және де ол басымнан өткен оқиға өте қызықты болды, және де бір әсерлі болды. Айтып берейін ендеше. Карантин, үйге келдік, жатырмын. Ешқайда шығып жатқан жоқпыз. Ойдың бәрі жинақталды, үйдеміз. Жаңағы тек қана үйде контент болып жатыр. Жаңағы Алматыда жүрсең, киіп суйта айтыр, ойың наяққа кетеді, сонымен сәл былай концентрация жоғалтып боласың ғой. Сонымен үйде жатам. Қараймын, жаңағы навес істеу керек, үйдегі есік алды істеу керек, жаңағы гаражың бар, баняң бар. Енді бір армандадым. Енді оны алдым әйтеуір жиған тергеніме жаңағы машина алып қойып жүрген ғой. Сонымен маған да бір 4-5 миллионның айналасында бір ақша керек. Сол ақшаны өзім тауып, карантин біткенше. Білмеймін қалай. Бірақ карантин біткенше әйтеуір сол ақшаны бір жақты етіп, тауып мама-папаға беріп кетсем қандай күшті деген ойлар келеді ғой. Енді арман ғой, бір қиял болып көрінеді басында. Содан не керек, үйде жатырмын бір күні. Дайректке бір сообщение келеді. Родной, сенің бір видеоң бар еді ғой, 30 минуттық.
соны көріп үлгермей қалып едім, маған сатасың ба дейді. Маған қызық болды. Әлі де көрмеген роднойлар болса, онда жаңағы видеоны қайта шығарайын. Мүмкін IGTV-ға салып жіберем, мүмкін 500 теңгеден сатам, бірақ та ол түгелдей жиналған ақшаны қайырымдылыққа жіберем деп ойлаймын. Содан опрос жасадым Инстаграмда, стористарда, роднойлардан сұрадым, қайсы дұрыс болады деді. Енді роднойлардың жүрегі кең ғой. Тегін IGTV-ға сал деп тұрғанды таңдамай, роднойлардың 67% сатып аламыз, және де сол ақшаны қайырымдылыққа жібереміз деген жаңа нені таңдайды ғой. Қараңыздаршы, қандай, мықты нәрсе. Тегін нәрсені таңдап тұрған жоқ. Соң бір жағынан ойладым, қазір тегін салсам, оның алдында сатып алған роднойларға кішкене обидно болады. Егер ол тегін шығатын білгенде олар алмайтын еді ғой, оданша сатайын не болса да деген ой келеді. Содан не керек? Группалас қызымды WhatsApp-қа отырғызам, сонымен сатылымды бастайым, продажаны бастайым, жаңағы видеороликтің 500 теңгеден сатам. Енді оның алдында сатып алғандар бар, бір жағынан қайырымдылыққа кетеді. Енді бүкіл жағынан қарастырғанда осы выгодный вариант болады деп ойлаймын. Сонымен 500 теңгеден сата бастаймын. Бір тәулік өтті, сатылым жабылды. Сатылым жабылғаннан кейін, енді қазір мен сіздерге ішкі кухняны айтам, яғни мен қанша таптым, қалай болды деген сияқты кішкене цифрлармен, кішкене ақшалармен айтатын болам. Енді айта берейін, оны біреуден ұрлап тонап алып отқан жоқпын енді. Алланың берген бір несібесі, берекесі. Содан не керек? Бір тәулікте 1 400 000 жиналады. 500 теңгелік роликтен. Уже 3-ші рет сатып жатырмын. 3-ші потокта 1 400 000-ге сатылым жасаймын. 500 теңгеден. Сомен енді пендеміз ғой, енді адамбыз. Так, мынаны салатын кезде не дегенмен де бұл видео маған Алланың берген несібесінің арқасында еңбекпен келген видео ғой. Может 50%-ін өзіме алам деп айтам, ал 50%-ін қайырымдылыққа жіберем деген ойлар болған ғой негізі. Менде ше, пендеміз, адамбыз енді. Жаңағы еще алдындағы арманым бар, жаңағы навес істесем болады деп айтыр, ақша жинай берейін деген түрім ғой. Не дегенмен де видео менікі ғой енді. Онда тұрған ештеңке жоқ шығар, бір 50%-ын алсам деген енді ойлар келді. Сонымен жоқ Жансерік, Алла саған беріп жатыр. Сен де жарыса бер. Саған бере ма Құдай? Сен басқаларға бер. Саған көмектесе ма? Сен басқаларға көмектес деген ойлар келді. Саған беріп жатыр, шүкір. Жетіп жатыр ғой саған. Не болды саған? Астында жетпісің бар. Шүкір. Табасың ғой ол ақшаны деген ойлар келді. Жарайды. Содан не керек? 1 400 000-ді түгелдей қайырымдылыққа жібердік. Бұл видеоны сатылу арқылы жиналған ақша болса да, бұл енді жаңа айтып жатырмын ғой, Алланың маған берген несібесінің арқасында өзімнің еңбегімді, өзімнің бір ойларымды айту арқылы жаңағы еңбек қой по-любому, қанша бір енді сол видео арқылы жиналған ақша 1 400 000. Өмірімдегі ең үлкен қайырымдылығым сол болдау дедім. Бірақ роднойлардың көмегімен, роднойлардың себепкер болуымен әрине. Бір күнде 1 400 000 қайырымдылық жасау деген ол өте күшті болды. Оның алдында енді өзіме жақсылық жасаудан бір рекорд қойып жүретін бар. Оның алдында Аллаға шүкір, Тияқ апаның балалар үйіне теледидар сыйлаған кезде жаңағы 400 000 алғам. Сол ең үлкені болып тұрған, ол бір мақтану не емес, родной дұрыс жағынан түсінесің. Ол сен өзіңе керектіні алып ал деген оймен айтып жатырмын. Бұл сондықтан да сол 1 400 000, 500 000 теңгесін ата-анасынан айырылған жетім балалардың пәтер алуына жібердік. Яғни жетімдердің баспаналы болуына себепкер болдық. Шүкір, ол балалар қазір жақсы тұрып жатыр. 500 000 теңгесін өзімнің мектеп кезінде білім берген, сабақ берген апайым ауырып қалған ракпен. Сол кісінің еміне жібердік. Және де қалған 400 000 теңгені сол карантин уақытысында қиналып жатқан жағдайы төмен көпбалалы отбасыларға бөлген болатынбыз. Олар да сол уақытта өзіңе керекті азық-түлікпен қамтамасыз етілді. Жалпы ешкімге пайдамыз болмаса, зиянымыз тиген жоқ.
шүкір ол видеоны 500 теңгеден сатқаным өте дұрыс болды деген ойлар келді. Енді бір себепкер болдық. Сауаптан жассын, енді шын ниетпен, шын жүрекпен жасалынған дүние болғандықтан Алла тағала беріп отыр деген ойдамын енді. Шүкір. Сонымен арада 2 күн өтеді, дайректке тағы бір 2-3 сообщение келеді ғой. Родной, өткенде сатылым болған кезде біз сатып алып үлгермей қалып едік, тағы да сатасың ба дейді. Мен опрос жасаймын. Сатып алып үлгермегендер көп екен роднойлардың ішінен. Бірақ ол кезде тікесін айтам роднойларға. Роднойлар бұл сатылымнан түскен қаражаттың 100% өзімнің қалтама кетеді. Жаңағы арманым тұр ғой, арманым, ойым, мақсатым тұр ғой, жаңағы үйдің есік алдын істеп беріп, мама папаны риза қылып кетсем деген. Сол тұр миымда. Роднойлар айтады, без проблем. Родной, конечно, өзің білесің ғой, түгелдей кетсе кетсін, сен қалтана. Бірақ видеоны көріп өзімізге керектін алсақ деген ой барады дейді. Жарайды деймін. Сонымен сатылымды бастаймын. Бір тәуліктің ішінде, бір сутканың ішінде 500 теңгелік роликтен 2 миллион 100 түседі ғой. Ойлаңыздаршы. Егер де мен бірінші күні жаңағыдай оймен 50% өзіме алып қалам десең, менде енді 1 400 000, 700 000 теңгесі ғана болатын еді, қалатын еді. Бірақ мен кең болдым, дұрыс шешім қабылдадым, бірақ кем болмадым. Келесі күні сатылымда маған Алла тағала 2 миллион 100 жинап беретіндей сондай сәт берді ғой. Бұл мен біткен жоқ. 2 миллион 100. Одан кейін тағы да сұрайды ғой, роднойлар үлгермей қалдық деп. Сонымен карантиннің өзінде 3-ші рет сатылым, жаңағы продажа ашам. Біріншісінен 1 400 000 түгелдей қайырымдылыққа жібердік, кең болдық. Екінші күні, үшінші күні бізді кем қалмады. 2 миллион 100, артынан тағы да 900 000 түседі ғой. Үшінші күн сатылымда. Сонымен 3 миллион теңгедей. 3 миллион 100 000 ба, сондай болды. Ойлашы, родной, сен адамдарға қаншалықты жақсылық жасап, қайырымдылық жасап, қолың ашық болып, кең болсам, ешқашан кем болмайды екенсің. Бұл менің басымнан өткен қызық оқиға. Ары қарай қандай дүниені өзіңе аласың, не нәрсені өзіңе аласың, ары қарай өзің шешім қабылдайсың. Менің басымнан осындай қызық жағдай өтті. Сонымен тағы да 1-2 заказ түседі карантинде. Әйтеуір былай жинап, в общем 4 миллиондай ақша шығады. Сосын мама папаға тұрамын да, мам, пап, міне навес, жаңағы үйдің есік алдын ремонтын барлығына шығып тұр, уайымдамаңыздар дейді. Енді қуанып кеткен ғой, енді екеуі де. Енді ол кісілер онша білдіртпейді ғой, мама папамыз. Андай кісілер ғой, эмоцияға кішкене жоқ адамдар. Бірақ та енді қуанғанын көріп қойдым да. Сол осындай жағдай басымнан өткен болатын. Ең бастысы, Аллаға шүкір, үлкен сауапқа кеңелдік деп әлі айта алмаймын. Кеңелуді нәсіп етсін. Екіншіден, ата-анамыздың ризашылығын алдық. Ол ата-ана разылығы, Алланың разылығы екенін ешқашан ұмытпаңдар, ата-аналар. Осындай жағдайлар бастан кешті. Осы секілді оқиғалар кітапта жазылған, неше түрлі. Керекті нәрсені алып ал, керек болып қалар. Енді Құдай сақтасын, бірақ әңгімемнен ештеңке алмай қалған күннің өзінде жаңағы әңгіме бар ғой, басында айтып кеткен. Мешіттің жанданып, ішінің жамағатқа толуына себепкер боласың. Бірақ та оқып жатқанда сен өзіңе керектіні алатынына мен ешқандай күмәнім жоқ. Бұндай жағдайлар көп басымнан өткен, жаңағы кең болсаң кем болмайсың деген мысалға айта берсем, шүкір өте көп. Бұл ең крупный болды. Армандар орындалады екен, шын мәнісінде. Ендігі мақсат, ешкімге айтып қоймаңыздар, енді мақсат, Бауыржан атамыз айтқан ғой, мақсатыңа жетпегенше дос пен жауға сыр берме деп. Ендігі мақсат, бұйыртса әкеме көлік сыйлау. Енді бұл родной ретінде айтып жатырмын. Ешқандай бір немен емес, шын жүректен, қуанышпен осыны давай, родной, сенің қолыңнан келеді деген ойлармен маған кері байланыс берсең, енді күшті болады. Жалпы басқалардың қуанышына ортақтаса білсеңіз, басқалардың қуанышына былайша айтқанда шын көңілмен қуана білсеңіз, Алла тағала сізге береді.
по-любому береді. Всегда позитив. Ал родной, сәттілік, енді кітапты жақсылап оқып шық. Бұйыртса предзаказ басталады, ал сен дайын бол. Үлкен бастама кішкентай аудиториядан басталғалы тұр. Сәттілік. Родной. Мықтысың ғой.